Кореядан елге қайтатын кезде Инчон әуежайында уақыттарыңызды барынша тиімді өткізуге тырысыңыздар. Ең алдымен паспорттың контролден өткеннен кейін Кореядан алған заттарыңыздың салығын қайтарып алу үшін, ақшаңызды қайтарып алу үшін 28-ші гейтқа келіп, tax-free'ден салықтарыңыздың барлығын қайтарып алсаңыз болады. Қолма-қол ақшамен немесе картаға түсіріп аласыз доллармен. Ақшаңызды қайтарып болғаннан кейін дәл осы үлкен әуежайдың ішінде қалаған затыңыздың барлығын алуға, аралауға сізде мүмкіндік болады. Егер де сіз намаз оқитын болсаңыз, арнайы осындай намаз оқитын бөлмелер бар, жай намазы да беріледі, юбкалары да беріледі, кітаптары да бар. Осы жерде намаз оқып алсаңыз болады. Ал егер де сіз балалармен бірге жүретін болсаңыз, онда дәл осындай балаларға арнайған арнайы бөлмелер бар. Осы бөлмелерге кіріп, балаңыздың жөргегін ауыстырып, суын беріп, сүтін жылытып алуға мүмкіндік болады. Баламен отырып демалып алуға ең жақсы бөлмелердің бірі. Ал егер де сіз елге ешқандай базарлық алмасаңыз, дәл осы жерде елге түрлі базарлық алуға мүмкіндігіңіз болады. Барлық заттарды алғаннан кейін уақытыңызды әуежайдың ішінде барынша тиімді өткізіп, неше түрлі брендтермен, неше түрлі әдемі заттардың барлығын осы жерден ала аласыз. Тек қана зат алып қана қоймай, кәріс елдің ұлттық әндері мен ұлттық билерін, тіпті ұлттық киімдерін көруге де мүмкіндік болады. Әуежайдағы уақытыңызды барынша тиімді, қызықты өткізуге таптырмас мүмкіндіктердің бірі. Елге аман-есен жетіп алыңыздар, жолдарыңыз болсын, әуежайдағы уақыттарыңыз қызықты, тиімді өтсін.